Бауыр ауруының 10 белгісі. Іштің қатуы, жоғары давление, тершеңдік, қатты күйзеліске ұшырау, және де денедегі көгерген дақтар болатын болса, көп шаршап қалу, және де көгерген дақтардың астында қара дақтар пайда болу, үнемі шаршау, денедегі көгерген дақтардың пайда болуы, және де розация дейміз, яғни денедегі беттегі розовый дақтар. Егер осы айтып өткен белгілердің ең болмағанда біреу болатын болса, демек сіздің бауырыңыз дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ ағайын. Демек сіздің бауырыңызда қандай да бір өзгерістер немесе құбылыстар болып жатыр. Сол себепті не істеу керек? Бауырды зерттейтін, бауырды емдейтін маман гепатологқа бару көріну керек. Ең болмағанда анализ тапсыру керек. Бауырмен ойнауға болмайды. Бауыр үндемес орган деп аталады. Неге десеңіз, бауыр ауырмайды. Одан бауырда нервтер жоқ ауыратын. Қалаған орган ауыру мүмкін, бірақ бауыр ауырмайды. Бауыр 70% жоқ болып кетсе де, өз-өзін тіктеп ала алатын жалғыз орган ғана, және де фильтрация қызметін атқарады. Өзіңіз ойлап көріңізші, күніне 2000 тоннаға дейін қанды жүгірту керек, яғни фильтрден өткізу керек. Ол не деген күш болуы мүмкін? Тылсым күш. Ал ассалаумағалейкум ағайын, бүгінгі видеода бауырдың қаншалықты маңызды екенін талқылайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өте қызықты ақпаратты өздеріңізге жеткізетін боламын. Так, стоп. Өте жаман комментарий жазатын кісілерге кішкене ескерту жасап өтейік. Айналайындар, кішкене сабыр сақтаңыздар, өтініш. Біз бұл каналда ана дәріні ешқандай уколды алма, или мына уколды ал, дәрігерге барма, бар деп үгіттемейміз. Менің кітабымды ал, немесе платный курстарыма қатыс деп үгіттемейміз. Біздің бар болған мақсатымыз қазақ халқының медициналық сауаттылығын арттыру ғана. Орыс тілінде емес, қазақ тілінде ғана. Өйткені қазақтың бәрі қалада тұра бермейді, орысша түсіне бермейді. Сол себепті орысшаның о әріпін білмейтін, қой бағып жүрген, егін егіп жүрген қазағың бар. Вот соларға да тоже арналатын болады бұл видеолар. Сол себепті кішкене сабыр сақтаңыздар. Енді денсаулықты әркім өз еркінше, қанша өзіне қарайды, өз еркі бар ғой, былай айтқанда. Бірақ араларыңызда әртүрлі пікірлер табылады. Сол себепті денсаулығына салбырт қарайтын адамдар да бар. Мүлдем көңіл бөлмейтін адамдар да бар. Ой, қойшы, қанша емдесең де ажалың жетсе, бәрі оған қарамайды деп. Дұрыс. Ажалымыз жетсе, барлығымыз кетеміз иті жоқ ауылға, дұрыс қой. Сол себепті, бірақ бізге таңдау берілген. Адамзатқа таңдау берілген. Үйдегі мысық пен итке таңдау берілмеген. Қой мен сиырға таңдау берілмеген, бірақ бізге ағайын таңдау берілген. Қаласаң намаз оқы, қаласаң оқыма, қаласаң денсаулығыңды тікте, қаласаң денсаулығыңды тіктеме, бірақ ар жаққа барғанда ертең сұраласың деген әңгіме бар. Дұрыс қой? Сол себепті сол таңдауды өзіміз неге салауатты өмір салтыны жүргізбекке, неге осы салауатты өмірін дамытпаққа? Дұрыс қой. Егер өздеріңізде солай ойлайтын болсаңыздар, ағайын, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Біз ары қарай жалғастырамыз. Жоғарыда айтқандай, бауыр өте өз-өзін тіктей алатын өте керемет орган болып табылады, және де маңызды орган болып табылады. Барлық органдардың арасында үндемейтін де сол, бірақ көп міндет, көп қызмет атқаратын орган да сол болып табылады. Сол себепті 70% кетіп қалса да, арзымаған бір 30-20% қалса да, ол бауыр не істейді, өз-өзін тіктей береді. Сол үшін кішкене мына пайдалы жаттығуларды жасап тұру керек. Арасында мынау ең басты бауырға көмектесетін нәрсе, егер бауырыңызды тазартатын болсаңыз, көбірек терілу керек. Терле дегенде азынан кешке дейін баняға түсе бер деген емес, ол моншаға түсе бер. Кішкене жаттығу жасап, жүгіріп, немесе жүгіре алмасаңыз, жүріңіз. Жүрген кезде де тер бөлінеді. Бірақ шамадан тыс терлеу болмайды. Неге десеңіз, денеңіздегі натрий хлор, яғни тұз
жойылып кетуі мүмкін, денеңізден ыдырап кетуі мүмкін. А вот сол тұз, натрий хлор, жүрегіңізге пайдалы болып табылады. Егер сол тұздан айырылатын болсаңыз, жүрегіңізге де зиян келеді, иә. Екіншіден, бұл жерде көбінесе айтып жатады витамин, бірақ олар қандай витаминдер? Көгерген. Біздің қазақ көгерген дейді, укроп болсын, петрушка дейміз, иә. Основном шикізаттар, яғни шикілей жеу керек көгергенді. Мысалы үшін көкөністерді, картоп болсын, картопты қайнатып жеу керек, иә. Қияр дейміз, иә, огурцы, иә, помидор, томат дейміз былай айтқанда. Және де укроп, сельдерей деген бар, мысалға, білсеңіз, қазақта еще райхан деген нәрсе бар, орыстар базилик деп айтып жатады. Вот сол көкөністерді шикілей жеген дұрыс. Неге десеңіз, ол клетчатка. Клетчатка бауыр үшін табылмайтын зат болып табылады. Сол себепті ол бауырға өте пайдалы. Сол көгерген нәрсе қазір енді жаз айында өте табылатын дүние болып табылады, мысалы үшін да. Және де бауырға өте көп су керек ағайын. Сол себепті суды көбірек ішкен дұрыс. Енді жаз айында қазір проблема болмас су ішу, бірақ көбінесе адамдар жазда көп су ішіп, қыстың күні су ішпейтін адамдар да болады. Сол себепті суды өте көп ішкен дұрыс ағайын. Сол кезде бауырыңыз кішкене фильтрациясына көмектесетін боласыз. Бауырдың сан алуан аурулары көп. Сол бауыр майлану гепатоздан бастап циррозға дейін. Ол өте күрделі ауру болып саналады. Сол себепті оның барлығын бүгінгі видеода барлығын бір видеоға тығыстыра алмаймыз, уақыттың тығыз болғандықтан. Сол үшін бұл жерде бүгін тек керекті бауырды тазартатын жаттығуларды үйретеміз. Келесі видеода уже біртіндеп бауыр ауруларын талқылайтын боламыз. Хоть гепатоз болсын, фиброз болсын, цирроз болсын, гепатит Б, С деймін, гепатиттің түр-түрін барлығын талқылайтын боламыз ағайын. Сол себепті арнамыздан алыстамаңыздар, подписка жасап қойсаңыздар, біздің каналды жоғалтып алмайсыздар. Ал біз қазір жаттығуға өтеміз. Бауырды тазалайтын 4 жаттығу бар. 4 жоғары сапалы жаттығу дейміз, яғни Тибет медицинасынан келе жатқан жаттығулар. Бірінші жаттығуымыз қолды осылай ұстап аламыз, яғни бауырды қыздырып аламыз. Ол дегеніміз не деген? Бауыр, мынау екі қолды бірінші жақсылап бір-біріне ысқалаймыз, Мына ысқалаған кезде, қолды мына екі шекті ысқалаған кезде қызу керек, мына жерлер қызып керек. Қатты қызған кезде аламыз, не істейміз? Сразу мына жерге қоямыз. Бұл жерге қойған кезде 40-50 секундтың ішінде мына жер суығанша, екі жер суығанша ұстап тұрамыз. Яғни бұлар тікелей бауырмен связаны. Өйткені бұл жерде қаншама точкалар өткен, доктор жылыш точкасы болсын, сияние точкасы болсын, барлығы бауырға алып келеді. Сол себепті осы суығанша ұстап тұрамыз, артынша сразу уақытты көп созбай, бұл жерде мына жерде екі точка бар. Екі точканы мына дәл осы құлақтың мына жерінде, мына жерінде екі жақтама бірдей ұстап тұрып, алға қарай 40 секунд айналдырамыз. Айналдырамыз. Тек қана алға. Енді арадан 40-50 секунд, жарайды 1 минут өтсін. Сосын үшінші жаттығу, яғни бұл жерде мына жерде гайморный точкалар бар. Яғни гайморит деген ауруды білесіз ғой, мысалға. Сол үшін бұл жерде гайморит емес, именно осы гайморный точка деген осы жерде орналасқан болады, мұрынның үсті жағында. Осыны былай ішке қарап айналдырамыз. Тоже 40 секунд, 50 секунд. Кішкене басын қарап. Просто жай айналдырмаймыз, кішкене саусақты басып тұрып айналдырамыз, Бұлай айналдырамыз, ішке қарай айналдырамыз, ішке. Бұлай ішке, ішке айналдырамыз. 40-50 секунд болады. Одан кейін не істейміз? Кішкене денені бос ұстап, мына бұлай екі қолды бір-біріне кигізіп, барынша терең дем тыныс алып, 5 секунд жібермейміз. Яғни мына қолды бір-бірінен бұлай ажырататындай қатты тартамыз. Деп демді шығарамыз. Дәл солай 2-3 рет шығарамыз. Бұл жаттығудың мағынасы неде? Яғни бірінші қыздырып алған кезде бауырдың клеткаларының барлығын қайта оятып қыздырып аламыз. Одан кейін точкалар, нүктелерді басқан кезде бауырдың ішіндегі фильтрациясы
2 есе дамып, яғни метаболизм процесі жақсара бастаған кезде өте жақсы жұмыс істейді. Және де бауырдың фильтрациясы 100% емес, 200% сізге гарантия бойынша сізге жұмыс жақсы атқаратын болады. Бірақ бұл жаттығуларды күніне 2 рет істеген дұрыс. Таңертең и кешкісін. Желательно жататын кезде. Өйткені не үшін жататын кезде? Жатқан кезде адам, өзіңіз білесіз, ештеңені сезбейді, оған көмек керек болады. Сол үшін жататын кезде осы жаттығуды жасайтын болсаңыз, сізге бауырыңыз тек қана не дейді, рахметін айтатын болады. Ал құрметті достар, бүгінгі үйреткен жаттығуларымызды бір қағазға жазып алыңыздар, немесе жоғалтып алмау үшін қайта перемотка жасап артқа қайтарып соны көрсеңіздер болады. Бауыры ауыратын кісілер болатын болса, соларға көрсетіңіздер. Жалпы біз келесі видеода айтылғандай бауырдың сан алуан ауруларын біртіндеп талқылайтын, тәркілейтін боламыз, және де оның емдері туралы айтамыз. Ең бастысы, ешқандай дәрі-дәрмексіз, уколсыз қазақ тілінде жүргізетін боламыз. Отбасыларыңызға аманшылық, өздеріңізге денсаулық тілейміз. Сіздермен болған доктор Шырхан. Қош сау болыңыздар.